Бүгін біз қаланы қалай дұрыс белгілейміз, сол туралы сөйлесетін боламыз. Маған тіркеліп комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар, және алдағы болатын сабақтарды көру үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Ендеше кеттік. Так, біз мысалы таргет жіберейік деп жатырмық, иә? Таргет жіберген кезде бізде мына новая группа екінші бетінде бізде уже қала, жас, жынысын белгілейтін бет шығады. Сол кезде біз мына жерде бізде местоположение деген жерде Қазақстан или бір қаланы белгілеуімізге болады, иә? Мысалы Қазақстан деп тұрады, или болмаса мысалы бізге Алматының ішінде осы қалалар керек емес, осы қалалар керек деген қалай істейміз, соны қазір көрсетемін. Мысалы бүкіл Қазақстан болса кете береміз, керек емес. Егер Алматы ғана керек болса, мына жерге мысалы Алматы деп жазамыз да. Мысалы Алматы деп жазамыз. Алматы деп жазғанда мынаның ішінен тек қана осындай регион Қазақстан дегенді, город деген таңдаймыз. Қалғандар аналар дұрыс еместері таңдамаймыз бұларды. Түсінікті ғой? Осы біріншісін таңдаймыз. Осылай тұр бізде. Енді бұның ішінде кейбір қалаларға бізге көрсеткенін, кейбір аудандарына көрсетпегенін қалаймыз. Оны қалай белгілейміз? Енді соны көрсетейін. Ол үшін мысалы бізге мына Алматыны жақындатамыз. Жақындатқанда бізде Алматыда Шаңырақ деген, Көксай, Абай, Алатау дегендер көрсетпей-ақ қой деген сияқты істегіміз келеді. Соны қалай жасаймыз? Оны мысалы мынау второй выключить дегенді басамыз, исключить дейміз. Сол кезде мына жерде қызыл жанды, осының үстін бір басамыз да, мысалы маған көрсетпе деген сияқты, міне қызыл істеп қойдым. Көрдіңіз ба? Дәл осылай жасаймыз. Міне. Мына жерде мына жер біреуіне көрсетпеу керек. Ал именно осыларға көрсет дейтін болсаңыз, міне включить, көкті басып аламыз да, асты жағында мына көк болды. Осыны басып, керек жерімізге апарып қоя аламыз. Осыны бір басып қоя аламыз. Дәл осылай қаланы дұрыс таңдауға болады. Егер кейбір қалаларға көрсеткіңіз келмесе, осылай қаламен қойып шығасыз. Көрсету керек болса, осы көкпен қойып шығасыз. 2-3 қала керек болса, осы жерге 2-3 қаланы дәл солай жазап бересіз. Ал бүкіл Қазақстанның ішінен именно қалалар керек емес десеңіз, дәл солай жазасыз. Я? Бәрін өшіріп тастап, мысалы Қазақстан деп, соның ішіндегі осы қалаларға көрсетпе, именно осы қалаларға көрсет деген сияқты істеуге болады, я? Так. Мысалы, бізге бүкіл Қазақстан керек. Бүкіл Қазақстан керек, е? Соның ішінен кейбір қалалар бізге керек емес болса, соны осылай жақындатып алып, мына жерге включитке барып, исключитті қосып, мына Ақтөбе керек емес болса, мына қызылды барамыз да, осылай апарамыз Ақтөбеге. Көрдіңіз ба? Қазір. Көрдің ба? Әні. Мысалы, Ақтөбе керек емес, маған Қазақстаннан, Алматы керек емес десеңіз, дәл осылай белгілей аласыз. Сізге пайда болса лайк басыңыз. Маған тіркелді ұмытпаңыз. Ал сәттілік.